Кореяда заводтағы жұмыстардың біріне обзор. Жұмысқа өздері машинамен алып барып алып қайтады. Бұл жолы жасайтын жұмысымыз осындай металлический бөлшектерді тазалау екен. Осылай кір бөлшектерді біздің жұмысымыз ацетон сияқты сұйықтың ішінде тазалау. Мен Қытайдың қызымен бірге жұмыс жасадым. Ол ацетонды осылай тазалап беріп тұрды, ал мен желмен осылай кептіріп тұрдым. Екеуміз біраз уақыт бірге жұмыс жасадық, кәдімгідей тіл табысып, әңгіме айтып. Мен негізі Қытайдың адамдарын онша ұнатпайтынмын, бірақ адамдарды олай ұлтқа бөлген дұрыс емес екен. Төбемізден ешкім қарап тұрмайтын, бізге азанда объем беріп кетеді, кешке дейін бітіріңдер деп. Ол тазаланған бөлшектерді басқа отделға алып келіп осындай құрылғы құрастырады екен. Почти бүкіл заводтарда қолданылатын конвейерлер. Сосын келесі отделда мына бос тұрған тесіктерінің ішін силиконмен толтырады. Біз жұмысымызды ерте бітіріп қойсақ, келіп осы отделда көмектесетінбіз. Кім тез бітіреді деп бір-бірімізбен жарысып ойнайтынбыз. Бір сағат обед уақытысында кейбірлер ұйықтап та үлгеретін. Күн ыстық кезде осындай салқын сусын беретін. Мейрам күндері обедке дейін жұмыс жасатып, толық күннің ақшасын төлейтін және бәрімізге сыйлықтар беретін менің ең жақсы көретін заводтарымның бірі еді.